Қымбатты менің тыңдарманым, өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Бүгін сізге әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Аманғазы студенттік кезден білетін Ләтипа тым ажарлы келіншек. Құралай көзі адамға мөлдіреп қарайды. Ал қызыл еріне қыр мұрны, ашық маңдайы жарасып, ар жақты ақ құба беті, кіршіксіз үлбіреп тұрған әдемі жан. Қызға кім сөз айтпайды, қымызды кім ішпейді демекші, көп жігіттер ұнатып қалып сөз салғанымен, Ләтипа солардың еш қайсысына қарамады. Өзіне жарасатын тәкаппарлау мінезімен басын шалқақ ұстап, еркелей қадам басатын. Тіпті сол кербездігі Ләтипаның өзіне жарасып тұратынын қайтерсің. Ауылдан келген небір марқасқа жігіттердің бетін қайтарған, қарапайым ғана еліктің лағындай талдырмаш қыз. Университеттің соңғы курсында оқып жүргенде, осы қазіргі күйеуі Кәріммен жолықты. Кәрім заң факультетінде оқитын ұзын бойлы, ер тұлғалы, сымбатты жігіт. Екеуі қол ұстасып келе жатқанда танымайтын адамдарға дейін жарасымды жұпқа сұқтана сүйсіне қарайтын. Ер тұлғалы, сымбатты жігіттің жанында аққудың көгілдіріндей сұлу қыз. Оның үстіне сол хор қызы сымбатты сұлу жігітке еркелеп аяғын тәкаппарлана кербез басып келе жатса, сүйсінбегенде қайтсын. Сұлулыққа жұрттың бәрі құмар екені бәрімізге белгілі жайт. Жоғары білім алып, университетті бітірген жылы Кәрім Ләтипаға қосылып, курстар студент жолдастарын, туған-туыстарын шақырып, шама-шарқынша үйлену тойын жасады. Аманғазы Ләтипамен бірге оқыған. Шынын айтса, сыртқа сыр шашпағанымен Аманғазы да Ләтипаға сырттай ғашық еді. Алайда бір-екі рет киноға, театрға шақырып көріп еді, Аманғазы кешір, уақытым жоқ, деп меселін қайтарған соң, қыздың өзіне деген сезімі жоқ екенін біліп, ол қызға қырындауды кілт тыйған. Әйткенмен жақсы көріп қалған курстас құрбысы Ләтипаны сырттай бақылап жүргенін тағы мойындайды. Ләтипа Кәріммен үйленгенде іштей қызғаныш оты Аманғазының ішін өртегені тағы рас. Алайда Кәрімге қызыға қараудан басқа амалы қалмай, Ләтипаға шын көңілден бақыт тілеген. Сүйген жүрек кешірімді демекші, Құралай көз қарындасына шын жүректен әйел бақытын тілеген. Арада 4-5 жыл өткен соң сол Ләтипамен қайта кездесем деп Аманғазы мүлдем ойламапты. Тағдыр айдап екеуі бір мекемеде жұмыс істейтін әріптес екенін біліп, жүрегі жарыла шын қуанды. Ол кезде Аманғазы қазіргі әйелі Майгүлге үйленген. Бір ұл, бір қызы бар, тату-тәтті отбасы болатын. Бұрынғы сыр сымбатымен көз тартатын Ләтипа мен Кәрімнің отбасында жалғыз қызы бар екенін білді. Бұрынғы курстас достар болған соң, отбасы болып анда-санда жиын тойда араласып тұратын болды. Кей уақыттарда отбасылық отырыстарда араласып жүріп, күйеуі Кәрімнің ішімдікке жақын екенін байқады. Алайда Ләтипа күйеуі туралы ешкімге ашылып, ештеме айтпайтын. Тек Аманғазының әйелі Майгүл Кәрімнің араққа сылқия тойып алып, Ләтипаға айғайлап әкіреңдеп жатқанын кездейсоқ байқап қалыпты. Ләтипа сондай сүйкімді, ақылды әйел. Бүгін күйеуі Кәрім Ләтипаға айғайлап ұрсып жатқанын байқап қалдым, деген Майгүлге Аманғазы ақыл айтып шыға келді. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Анда-санда біз де сөзге келіп қаламыз. Сондай ұсақ-түйекке мән бермей-ақ қой, деген. Бірақ Аманғазының ішінде бір белгісіз түйткіл күдік пайда болды. Сыртта ешкімге сыр шашпай күлімдеп жүргенмен, осы Ләтипаның көзінде айықпас мұң бар сияқты. Кәрім оңашада ішіп алып, қол жұмсап жүрген жоқ пе екен, деген алаңдаушылық пайда болған. Майгүл Аманғазының студенттік кезде Ләтипаға сырттай ғашық болғанынан мүлде бейхабар болатын. Сондықтан ішкі күдігін қойнында жатқан әйелі Майгүлге де ашылып айта қоймады. Бірнеше рет Ләтипамен кездейсоқ кездесіп қалған сәттерде, сен Кәріммен бақытты отбасы бола алдың ба, деп сұрауға оқталды да, Аманғазы, мен отбасында бақыттымын ба, жоқ па, онда сенің не шаруаң бар, десе қайтем деп, ештеме айтпай тосылып қалған. Дегенмен Ләтипаның тұңғиық жанарында әлдебір мұң бар екенін тағы да сезгендей болды. Аманғазы мен Ләтипа үлкен мекеменің әр саласында жұмыс істегенімен жұмыс барысында жиі кездесіп қалып, бір-бірімен жылы амандасатын. Кейде Майгүл Кәрім екеуін қонаққа шақырып, ұзақ-ұзақ әңгімелесіп, студенттік қызық күндерді сағына еске алатын кездері де баршылық. Сондай отбасылық отырыстардың бірінде Ләтипаның көзі жәудіреп, шіркін сол жастық шағым қайта оралса, өмірімді басқаша бастар едім, деп айтып қалғаны. Дәл сол шақта Кәрім
жандарына келіп қалды да әңгімелері кілт тыйылды. Осы кездейсоқ әңгімеден кейін Аманғазының көңіліндегі күдік ұлғая түскен. Бірақ әдептілік сақтап, бұрын жақсы көрген, қолы жетпеген Ләтипамен сол күйі ашық сөйлесе алмады. Ол да Аманғазыға шешіліп сырын айта қоймайтын. Уақыт алды-артына қаратпай жылдам өте шығатын әдеті. Ләтипа екеуі бірге қызметтес болғаны 3-ші жылға жуық уақыт өте шығыпты. Аманғазы бұрын жанындай жақсы көрген келіншекті сырттай көріп жүргенін көңіліне медеу тұтатын. Кейде түскі тамақ асханада немесе жұмыс барысында Ләтипаны көріп жылы ұшырай амандасқаны көңіліне жылы шуақ нұр шашқандай іштей қуаныш сезімінде болатын. Аманғазы қатарынан 2 күн Ләтипаны көргісі келгенмен ешқайда көзіне түспеді. Ләтипамен бір бөлімде жұмыс істейтін әріптес досы Ақыжаннан сұраған. Ләтипа еңбек демалысына шыққан ба? 2-3 күн көрінбей кетті ғой, деп жайбарақат сұрай салған. Аманғазы, сен әлі естімедің бе? Ләтипа із-түзсіз жоғалып кетіпті, деп әріптесі Ақыжан суыт хабарды жеткізгенде таң тамаша болып қалды. Ләтипа қалай жоғалады? Айдың күннің аманында. Мен қазір көрші кабинеттегі күйеуі Кәрімнен сұрап білейін, деп жүрегі кеудесіне сыймай өрекпіп Кәрімнің бөлмесіне жетіп барған. Ол жайбарақат телефонмен сөйлесіп отыр екен. Амандық саулық жоқ, бірден Ләтипа жайлы білгісі келген. Кәрім, айтшы, Ләтипа жоғалып кетті деген өтірік қауесет пе, шын ба? Деп төтесінен сұраған. Кешеден бері таппай отырмын. Міне жоғалып кеткеніне 2-ші күн. Бүгін тағы кеш батқанша келеме деп күтіп едім, сол күйі хабар ошарсыз. Кешеден бері не үйге, не қызмет орнына келген жоқ. Қызылордаға әке-шешесіне кетті ме деп хабарласып едім, ол кісілер де бейхабар. Бүгін таңертең полицияға хабарласып, әйелім Ләтипаға іздеу жариялауын өтіндім. Ерлі-зайыпты екеуің бір-бірінің қайда жүргендеріңді білмегендерің қызық екен, деп таңданысын жасыра алмады. Әрі Ләтипаның із-түзсіз жоғалып кеткеніне Кәрімнің аса қайғырмай отырғанына зығырданы қайнаған. Әрине, қайда баратынымызды айтып жүретінбіз, бірақ кеше таңертең жұмысқа кеттім деген, кешке үйге келмеді. Мен достарымен бірге жүрген шығар деп ойлап жатып, мен ұйықтап қалыппын. Бүгін Ләтипаның бөлімшеде бірге істейтін әріптестерінен сұрасам, жұмысқа да келмепті, деп түк болмағандай ақтала бастады. Жұмыс орнына жеңіл машинамен шығушы ме еді? Жоқ, біз жақын тұрғандықтан жаяу келе салатын. Жолда таксиге отырушы ме еді? Қайдан білейін? Біздің үй жұмысқа жақын, арасы 1-2 аялдама, тегі таяқ тастам жер. Демек, такси жалдаудың қажеті шамалы. Мына тұрған жерден қалай жоғалмақ? Аманғазы, сен өзі тергеуші сияқты қадалған жеріңнен қаналады екенсің, деп ыржиды. Бірақ қиықтау жылан көзінде сұрақтың астына алған Аманғазыны жаратпағандай суық ызғар бар екенін екеуі де байқап үлгерді. Әй, Кәрім, сен әйелі жоғалған азаматқа ұқсамайсың, тым жайбарақат отырсың, бұл қалай? Өй, сен қызық жігіт екенсің, Аманғазы. Мен тамыр-таныстарға хабарласып іздеп отырмын, деп қолындағы телефон трубкасын орнына қойды. Аманғазының көңілі қобалжып, әлдебір жамандықты сезгендей абыржып отырып, тағы бір сұрақты төтесінен қойды. Кәрім, кеше Ләтипамен жанжалдасып қалған жоқсыңдар ма? Жоға, деп көзі шарасынан шығып тағы ақтала жөнелді. Әрине, отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайтыны белгілі, бірақ кеше сөзге келіскен жоқпыз. Таңғы шайымызды ішкен соң Ләтипа жұмысқа кетті. Мен бір шаруамен басқа жаққа кеткем. Сен қайда бардың? Деп Кәрімнен көз алмай тағы жауап күткен. Осы кезде Кәрім алдыңғы ақталғанын қойып, жанарынан ызғар шашып Аманғазыға жалт қарап жауап бермей кілт қайырды. Жарайды, Аманеке, менің тығыз шаруаларым бастан асады. Қазір кешкілік Қызылорда қаласынан келетін Ләтипаның әке-шешесін темір жол вокзалынан күтіп алуым керек, деп бос сөзге уақытым жоқ дегендей орнынан ұшып тұрды. Жабырқау көңіл күйде Аманғазы амалсыз жұмыс орнына беттеді. Жолай әртүрлі күдікке беріліп, Кәрімнің жаңағы айтқан ақпараттарын ой елегінен өткізе бастады. Сонда кеше таңертеңнен бері Ләтипа жоғалып кеткен. Кәрім неге түнде үйге қонбаған соң іздеуге кіріспеген? Неге Ләтипаны уайымдамай мүлдем жайбарақат отыр? Әлде кеше Кәрім ішіп келіп екеуі ұрсып қалды ма? Онда Ләтипа күйеуіне өкпелеп, дос құрбыларының үйінде отырған болар, деп ойы сан-саққа жүгіріп жұмыс уақыты біткен соң жақын маңдағы үйіне аяндады. Алайда күні бойы, түні бойы Ләтипаны ойлады. Әртүрлі жорамал жасады. Егер дос құрбысының үйіне барса, ашу басылып үйіне қайтатын уақыты болды ғой. Тым болмаса туған қызы
Алуаға сырын айтар еді ғой. Қызы да анасын іздеп шарқ ұруда. Мұнда бір гәп бар деп іштей көп сұраққа жауап іздеді, алайда таба алмады. Сонымен салы суға кетіп, күнделікті әдетінше жұмысқа таңертең барып, кешке үйге келгенімен Ләтипа ойынан шықпады. Алды-артына қаратпайтын жүйрік уақыт зырылдап өтіп жатты. Арада 1 жылдан астам уақыт өтті. Ләтипа із-түссіз жоғалып кеткендей. Қылмыстық іс сол күйі ашылмады. Қызметтегі әріптестердің арасында сан түрлі қауесет жан-жаққа тарап кетті. Біреулері Ләтипа басқа жігітті ұнатып қалып, Кәрімнен қашып кетіпті десе, енді біреулері Ләтипаға ұқсайтын бір келіншектің мәйітін тауыпты. Мәйіт көп уақыт өткен соң бұзылып кеткен дейді. Енді сот сараптамасын жасап жатыр екен деп сан түрлі құбылтып айтады. Ал Аманғазы болса, неге екені белгісіз Кәрімнен күдіктенді. Ол арақ ішіп келіп ұрыс-керіс шығып, Ләтипаны байқаусызда өлтіріп алды ма? Онда тергеушілер неге мәйітті таба алмай отыр? Қылмыстық істің бір орнынан қозғалмай жатуына не себеп? Әлде қылмыскер айласын асырып, мәйітті ешкімге көрсетпей көміп тастады ма екен? Орыстардың бір криминалды хабарында нет дела деп қылмысты аша алмай жатушы еді, мәйітті таба алмағасын қылмысты аша алмай жатыр ма екен? Бәлкім Ләтипа Кәрімнен қашып жүрген шығар, бәлкім Ләтипа тірі шығар деп көп ойлайтын болды. Қанша ойласа да шындықтың түйінін таппай қиналатын. Аманғазы, саған не болған? Күні бойы Ләтипаны ойлап, қартайғанда ғашық болып қалғаннан саумысың? Деп өкпе назы аралас әйелі Майгүл наздана сұрайды. Міне, бақандай 1,5 жыл. Ләтипа әлі күнге дейін табылған жоқ. Әй, білмеймін, тірі болса табылар еді. Кім де болса Ләтипаны өлтіріп тастады-ау деймін, деп қорқынышты ойын әйеліне жайып салды. Кім біледі, тірі ме, өлі ме, сормандай байғұс келіншек өлтіріп тастаса обалай, деп Майгүлдің көзі жыбылықтап ауыр күрсінді. Осы Ләтипаның жоғалуына Кәрім себеп пе деген күдігім бар, деп күйеуі ойын тағы жайып салды. Ту, Аманғазы, саған не болған? Кәрім аздап ішкені болмаса, ешкімге залалы жоқ ақ көңіл жігіт. Мені көрсе болды, Аманғазы құрдасымның үйіндегі алтын жеңгем, сен қандай әдемісің, деп мақтап ала жөнеледі. Сені өтірік мақтаса болды ғой, майдай ерейсің. Сен оның ішіне кіріп шықтың ба? Ләтипаны ұрып өлтіріп тастамасына кім кепіл? Онда Ләтипаның мәйітін сот сараптауына тапсырып, неден өлгенін тез арада тауып алар еді ғой. Қойшы, Аманғазы, жаман ойламашы, деп зайыбы Майгүл Кәрімге кір жуытпады. Өйткені Кәрім кез келген қыз келіншектерді көрсе көзі күлмеңдеп, асты үстіне түсетін. Аманғазының әйелі Майгүлге де, қандай сұлу келіншексің, шіркін, сені жолықтырған Аманғазының маңдайының 5 елі бағы бар екен. Майгүл деген атыңыз затыңызға сай екен, деп әртүрлі мақтау айтып, қарапайым әйелдің көңіл күйін көтеріп қоятын. Сондықтан ба әйелдердің бәрі Кәрімге кір жуытпайтын. Міне 2 жылдай уақыт өтті. Ләтипа тірі болса табылар еді, деп Аманғазы тағы күйзелді. Осы жолы әйелі Майгүл оны қоштады. Тірі болса, тым болмаса, туған қызына хабарласар еді. Байғұс өліп қалған ғой, мүрдесін неге таппай жатыр, деп үрейлене сұрады. Ләтипаны өлтірген адам денесін таппайтын қылып, жерге көміп тастауы әбден мүмкін. Астафыралла, осындай сұмдықты айтпашы, деп Майгүл бетін алақанымен жауып, түрі қуарып шошып кетті. Ертең тергеушілермен сөйлесіп көрмесем, деді Аманғазы. Ләтипаның күйеуі Кәрім сөйлесіп, не білгендерін сұрап тұратын шығар. Кәрім үйленейін деп жатқанын естіген жоқсың ба? Ол Ләтипаны ойламақ түгілі тойдың қаммен есі шығып, далақтап жүрген шығар. Кәрім 2 жыл бұрын жоғалған Ләтипаны қайтсын. Той тойлап жүр, кеше біраз ішіп алыпты. Қызулау екен, тым көңілді. Ләтипаны ұмытты десеңші, еркектер сондай, өзімшіл, деп Майгүл бұрқылдап ала жөнелді. Сен бүкіл ер азаматты Кәрімге теңеме. Мысалы, мен болсам, аяулы курстасым Ләтипаны ұмыта алар емеспін. Иә, ұмыту қиын, әрине, мен сені түсінемін. Кәрім қалай тез ұмытып кетті екен? Кім білсін, Кәрімнің сүйген жарын тез-тез ұмытқаны мені де таңғалдырды, Майгүл. Өткен жылы тергеушімен кездесіп едің ғой, сонда таппай жатырмыз деп еді ғой. Есіңде ме, Аманғазы? Менің бір ұсынысым бар. Тергеушімен сол туралы сөйлескім келеді. Ол қандай ұсыныс? Айтсаңшы, Аманғазы. Осы Ләтипаның жоғалуына Кәрім кінәлі ме деп күдіктенем. Қойшы, Аманғазы, ол мүмкін емес. Жарайды, мен жұмысқа кеттім, деген Аманғазы Жолшыбай полиция бөліміне кіріп, тергеушімен ұзақ сөйлесті.
Сіздің келгеніңіз жақсы болды. Кәріммен кездескенімізде үйленетіні туралы ештеме айтпаған еді. Енді біраз жайтқа көзім ашылғандай болды. Ләтипаны жақсы білетін адам өлтірген сияқты. Мен ертеңнен бастап бұл жұмысты қайта қолға алам. Әлі ашылмаған істердің арасында тұр еді. Сіз де Кәрімнен сыр тартыңыз. Бәлкім бірдеме білетін болар. Тегі әйелі із-түзсіз жоғалғанда көбінесе күйеуінен күдіктенетін әдетіміз бар. Әттең Ләтипаның мәйіті табылса, бұл іс ашылар еді, деген тергеуші Аманғазымен жылы қоштасты. Үйіне қара аяңдап келе жатып, жанда құшақтаған жас қыз бар. Екі езу екі жағына кеткен Кәрімді кездестірді. Жақында Майгүл екеуіңді үйлену тойына шақырамын. Мен өз бақытымды таптым, деп жандағы қызды құшырлана құшақтады. Құттықтаймын, Ләтипаны тез ұмытқан екенсің, деп кекесін аралас жаратпай құттықтады. Өткені өтті, енді болашақпен өмір сүру керек, деп Кәрім жандағы жап-жас қызға күлімдей қарады. Ол да қылымсып Кәрімнің иығына басын сүйеді. Жарайды Кәрім, ертең бұрынғы күндерді еске алып, Жарсу өзеніне балық аулауға барып келейік. Мен үйден молынан тамақ аламын, бірер жартыны қоса аламын, деп еді. Кәрімнің көзі жайнап кетті. Менің сұлуым ертең сән салонына барады, онда таңертең машинаңмен мені жолда ала кетерсің, деп бірден келісті. Аманғазының ішкі жоспары бар болатын. Кәрімнің оп-оңай келсе кеткеніне Аманғазы қуанды. Сонымен түнімен Майгүл мол қылып қазы қартасын қосып ет асып, қаздай тізілген бірнеше бөтелке арақты қоса алды. Мұншама арақты қайтесің? Сен көп ішпеуші едің ғой. Оның үстіне Кәрім екеуің-ақ балық аулауға бара жатырсыңдар, деп Майгүл таңданып еді. Жақсылап демалғанға не жетсін? Анда-санда бас жазып тұрмаса болмайды, деп жұмбақтай сөйледі. Байқаңдар, мас күйлерінде суға түсіп, батып кетпеңдер, деп Майгүл алаңдады. Сен менің мас болғанымды қашан көрдің? Деп қарсы сұрақ қойып еді. Майгүл күмілжіп қалды. Сонша көп ара қалған соң алаңдағаным ғой, деп жуып шайды. Сонымен таң атысымен жеңіл машинасын азық-түлікке лық толтырып Кәрімге жетіп келді. Ол әлі қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр екен. Аманғазы таңғы шай ішіп алайық, деп еді. Табиғатта демалып таза ауада тамақ ішеміз. Майгүл ет асып берген, қазы қартамен шай ішесің, деп Кәрімді көлігіне отырғызып алды. Сол бойы Жарсу өзенінің ең тамаша оңашалау жеріне келіп тоқтады. Машинадағы азық-түлікті түсіріп, дастарханды жайнатып жіберді. Мойындары сопайған шөлмектерді көріп, Кәрім қуанышын жасыра алмады. Әй, сен Аманғазы керемет жігітсің. Үйден бәрін сайлап әкеліпсің, маладес, деп дастарханның шетіне жайғасып, екі қырлы стақанға ащы суды мәмілдетіп қойып, сөз сөйлеместен-ақ тартып жіберді. Кәрім ішіп стақанды қойған сол, Аманғазы қайта толтыра қойды. Ах, шіркін, таза ауада демалғанға не жетсін? Тамақ жетеді, арақ та жетеді. Бүгін бір еркімізше тамаша демалайық, деп Кәрімді одан сайын желпіндіріп қойды. Екеуі балық аулауды ұмытып, той-тойлауға келгендей қазы қартамен ащы суды сілтеп, қызу әңгімеге кірісті. Кәрімнің мас болып қыза бастаған байқаған Аманғазы қырлы стақанды шүпілдете қойды. Бұл кезде Кәрімнің тілі күрмеліп, әбден мас болғанын білді. Міне осы шақты күткен Аманғазы Ләтипа жайлы әңгіме бастады. Мен Ләтипамен бірге оқыдым. Ләтипа тым тәкаппар, мезі паң еді. Сен оның мінезіне қалай шыдадың? Деп сыр тартты. Өйткені Кәрімнің араққа үйірлігін жақтырмай, екеуінің ұрсып қалғанын сан рет байқаған. Аманғазы, дұрыс айтасың, мен де оның мінезіне шыдамадым, деп Кәрім тілі күрмеліп айтып қалды. Әңгімені өрбіту үшін Аманғазы Майгүлді айтқан болып, әңгімені қыздыра түсті. Кейде ішіп келгенімді көріп, Майгүл айқайлағанда басынан бір қойып өлтіріп тастағым келеді, деп Кәрімге сынай қарады. Я, дұрыс айтасың, мен де бір ұрып Ләтипаны өлтіргем, деді Кәрімнің тілі күрмеліп. Кәрім, Ләтипаның мәйітін қайда тықтың? Дегені сол. Кәрім мастығынан бірден айыққандай Аманғазыға бұлдыраған көзімен тұнжырай қарады. Мен Ләтипаны өлтірген жоқпын, деп мастығынан айыққандай жантайып жата кетті. Қап, жана ғана шындықты айтайын деп еді. Қап, есін жиып ала қойғанын қарашы, деп қатты өкінді. Алайда Ләтипаның өліміне Кәрім кінәлі деген жүрек түкпіріндегі күмәні берік орнықты. Кешке дейін балық аулауда жүрген кезде Кәрім арақ ішуді қойып, Аманғазыға сақтықпен қарап, мұнан кейін артық ауыз сөз айтпады.
Жанағы қызып отырып абайсызда Ләтипаның өлімі туралы артық сөз айтып қалғанын сезіп шошығаны үрке қараған бет әлпетінен білініп-ақ тұр. Аманғазы да бұдан артық сөз қозғамады. Кешкілік екеулері ұсталған 2-3 балықтарын көлікке салып үйлеріне қайтқан. Жол бойы Кәрім жақ ашпады. Оның ештеме айта қоймайтынын байқаған Аманғазы да оны әңгімеге тартып қыстамады. Кәрім қалаға жеткенше ләм-мим деп аузын ашпады. Әлденеге алаңдағандай күй танытқан. Бұл кезде түн қараңғылығы қоюлана түскен. Тек қана үйіне жеткізіп салғанда ғана тіл қатты. Аманеке, мен бүгін мас болып қалып, артық сөйлеп қалсам кешір, деген. Жоға, ештеме артық айтқан жоқсың, бәрі дұрыс, алаңдама, деген Аманғазы Кәрімді үйінің тұсына түсіріп, сол мандағы өз үйіне келген. Бүгін кеш қайттыңдар, қанша балық ұстадың? Мына екеуін қуырып жібер, деп 2 ақ сазанды Майгүлдің қолына ұстатқан. Таңертеңнен бастап қара кешке дейін ұстағандарың 2 ақ балық па? Деп Майгүл таң қалды. Есесіне мен басқа балық ұстадым, деп Аманғазы жұмбақ жауап берді. Ол қандай балық? Кәрім екеуің қыз келіншектерге қырғидай тиіп, басқа балық ұстағандарың сол ма? Деп Майгүл ашуға булықты. Майгүл, саған не болған? Мұндай қызғаншақ екеніңді күні бүгінге дейін білмеппін. Мен басқа балық деп Кәрімді айтып отырмын, деп Аманғазы ағынан жарылып жылы жымиды. Кәрімді қандай торға түсірдің? Сен осы Ләтипаны Кәрім өлтірген болар деп сұмдық жорамал жасаушы едің, сол рас па екен? Деп көзі шарасынан шығып атсыздай болды. Иә, Кәрім өлтіріпті. Аманғазы, мұндай нәрсемен ойнауға болмайды, шын айтып тұрсың ба? Иә. Тергеушілер мойындата алмаған айыбын сен қалай мойындаттың? Араққа сылқиып тойған соң көкбет қатындарды ұрып өлтіргім келеді деп сөзге тартып едім. Мен де Ләтипаны ұрып өлтіргем, деп байқаусызда айтып қалды. Қойшей, шын ба? Сенейін бе, сенбейін бе? Сенсең де, сенбесең де өзің біл, бірақ шындық осы. Ойпырмай Аллай, Кәрімнің қаншер екенін білмей жүріппіз ғой. Сұмдық-ай, байғұс Ләтипа қаншерге қалай тұрмысқа шыққан? Кәрімді неге соттамайды? Деп сұрақты жаудырды. Ертең таңертең тергеушімен сөйлесіп көрем, дегеннен басқа Аманғазы бұдан артық ештеме айтпады. Іште қобалжып тұрғаны бет әлпетінен, ойлы жанарынан көрініп тұрды. Өйткені бір кезде өзі ғашық болған Ләтипаның Кәрімдей қаншердің қолынан қаза тапқанын білген соң, жаны жай таппай, іштей аласұрып тұрғаны шын еді. Аманғазы түнімен ұйықтай алмай дөңбекшіп шықты. Көз алдынан кербез сол Ләтипаның бейнесі тұрды да қойды. Мен сені өлтірген қанды қол қылмыскерді бірден сезгем. Енді оны құрықтатқызбай қоймаймын. Бұл менің саған жасаған ең соңғы азаматтық парызым, деп іштей өз-өзіне серт бергендей болды. Таңғы шайын ішпестен тергеушімен жолуға асықты. Менің күмәнім расталды. Ләтипа марқұмның күйеуі мас кезінде әйелін ұрып өлтіргенін байқамай мойындады. Мәйітті қайда жасырыпты? Деп тергеуші Аманғазыдан жауап күтті. Ол бірден есін жиып ала қойды. Тіпті мас кезінде артық ауыз сөз айтқанын айтып, менен кешірім сұрады. Ендігі жұмыс сіздердің қолдарыңызда. Мәйіттің қайда екенін айтқызып, жауап алыңыздар, деді Аманғазы. Сіз азаматтық жасадыңыз, қауіпті қылмыскердің жолын кестіңіз. Егер ол осы жол ұсталмай құтылып кетсе, тағы біреудің обалына қалатыны даусыз. Енді Кәрімді құрықтау біздің шаруамыз. Қазір қамауға алуға ордер жазғызып алам, деген тергеуші Аманғазымен жылы қоштасты. Көп ұзамай Кәрім тұтқындалып, бар айыбын мойындады. Үй ішіндегі жанжал кезінде Ләтипаны құлақ шекеден бар пәрменімен ұрып құлатқанын, ол есінен танып жатқанда шұлығымен буындырып, жертөлеге көміп тастағанын мойындады. Сот Кәрімді өмір бойы бас бостандығынан айырды. Ашық сотқа куә ретінде қатысқан Аманғазы мен Майгүл Кәрімнің араққа үйір екенін, Ләтипаға жиі қол көтеретінін айтып куә болды. Сот алқасы Кәрімнің соңғы сөзін айтуға рұқсат берді. Мен Ләтипаны сүйдім, алайда байқаусызда қатты ұрып мерт қылдым, деп өкінішін білдірді. Сот залында қатысып отырған Ләтипаның әке-шешесі, туған-туыстары, достары Кәрімнің қара бет екенін бетіне басып, кешірмейтіндерін бір ауыздан айтты. Қылмыскер Кәрім өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Алайда қылмыскер әділ жазасын алғанмен Ләтипаның орны ойсырап қалған. Ең бастысы сотқа қатысып отырған, алғашында әкесінің қылмыскер екеніне сенбеген Ләтипа мен Кәрімнің жалғыз қызы Алуа сот аяқталғанда ардақты анасын аяусыз өлтірген қаншер әкесінен бас тартатынын мәлімдеді. Бір кездері Ләтипаны жан тәнімен жақсы көрген Аманғазының ішкі түйсігі алдамапты.
сол түйсігінің арқасында қылмыскердің жазадан құтылып кетуіне жол бермегеніне Аманғазы жүрегі жарыла қуанды. Ең бастысы жастық шағындағы сүйген қызы Ләтипа марқұмның алдында ең соңғы азаматтық парызын орындағандай ерекше күй кешкен. Құрметті тыңдарман, бүгін сізге әсерлі әңгіме сыйлаған өмір жолы арнасы арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.